Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Біз сіздермен бүгін қарайтын тақырыбымыз Ақ Орда тақырыбы. Яғни біз өткен жолы нені қарадық? Алтын Орданы қарадық, иә? Алтын Орда. Жошыл сұлу орнына құрылған дедік. Осы Алтын Ордадан біздің заманымыздан бұрынғы 14-ші және де 15-ші ғасырдың басына дейін өмір сүрген 14-ші ғасырда жалпы бөлініп шыққан мемлекет ол Ақ Орда мемлекеті екен. Алтын Орда өмір сүріп жатқан кезеңдерде де көршілес мемлекет болып өмір сүрді, бірақ бөлініп шыққан жері ол Алтын Орда. Енді бұл Ақ Орданың алып жатқан аумағы Шығыс Дешті Қыпшақ. Яғни қараңыздар, бізде жошылысының орнында не бар? Алтын Орда бар ғой. Яғни мына үлкен бір жошылысы болатын болса, осының мына жағында жалпы мына жағында Алтын Орда болатын болса, мына жағында Ақ Орда болған деген сияқты. Ақ Орда, жақта Алтын Орда деп қойын. Мынадан бөлініп шықты. Алып жатқан территориясы Шығыс Дешті Қыпшақ. Енді бұл жошылысының сол қанатында құрылған мемлекеттердің бірі. Жалпы ең бірінші Ақ Ордада Орда ежен билік құрған мемлекеттердің бірі екен. Астанасы ол Сығанақ. Сығанақ қаласы Сырдың төменгі ағысында орналасқан қалалардың бірі. Сыр дегеніміз біз бәріміз білеміз, қай жер ол? Біздегі Сырдария өзені. Бізде тарихта өте көп келеді. Осыны Сырдың төменгі ағысы, жоғары ағысы деген айтқан кезде Сырдарияны айтып жатыр деп ойласаңыздар болады. Алтын Ордада жалпы Ерден хан билік ету тұстарында жалпы Ерден хан өзі мешіт, медреселер салғызған екен. Ол салғызған қалалары Отырар, Сауран және де Баршынкент қалаларында тұрғызған. Және де 14-ші ғасырдың 60-70-ші жылдарында Алтын Ордада Ұрыс хан билік етті. Бұл Ұрыс хан 1368-1369 жылдары Сығанақ қаласында өз атынан теңге соқтырған хандардың бірі болған. Және де Ақ Орда 1374-1375 жылдары Қажы Тарханды, Кама бұлғарларын бағындырды толықтай. Және де Тоқтамыс Темірмәлікті жеңіп, Сығанақты 1379 жылы басып алып, 1380 жылы Кулькова шайқасында, яғни Мамай ордасын толықтай басып алған екен. Енді біз еске түсіре кететін болсақ, жалпы Тоқтамыс пен Әмір Темір, Тоқтамыстың билікке келуіне көмектескен кім? Тоқтамыстың билікке келуіне көмектескен Әмір Темір. 1379-да. Кейіннен 1380 жылдан бастап Тоқтамыс Әмір Темірдің жалпы Әмір Темірге қарсы шыға бастады, яғни оның қолдауынан бас тартты. Жалпы өйткені олар жерге таласып қалды дедік. Осы Әмір Темір мен Тоқтамыстың арасында болған шайқастың біріншісі Құндызша деп аталады. Құндызша жерінде өткен 1391 жылы болған. Екінші Әмір Темір мен Тоқтамыстың арасында болған шайқас Терек өзенінің бойында өткен. Терек деген шайқас 1395 жылы болған шайқас екен. Енді Ақ Орда мен Моғолстан екеуі бірігіп Әмір Темірге қарсы одақ құрады. Және де Ақ Орданың соңғы ханы ол Барақ. Барақ бізде кім? Жәнібек ханның әкесі. Барақ хан бізде Жәнібек ханның әкесі, жалпы соңғы Ақ Орданың ханы. Және де кейіннен Ақ Орда өзі ыдырап, орнына Әбілхайыр хандығы құрылады екен. Әбілхайыр хандығы құрылады. Осымен біздің Ақ Ордамен сабағымыз бітті.